Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте керемет, жұмсақ болып шығатын, арасы кәудірлек болып шығатын бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Дәл менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. 1 стакан жылы сүтімізді қосатын боламыз. Және 1 стакан жылы суымызды қосып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Және де тұз қосамыз. Үлкен қасықпен жарты қасық тұз, және де жарты қасық шекер қосатын боламыз. Мінекей ерігенше жақсылап араластырып алыңыздар. Сосын кейін майонезімізді қосатын боламыз. Үлкен қасықпен 1 қасық қосатын боламыз. Барлығын араластырып болған соң, кішкене қасықпен толтырып дрож қосатын боламыз. Мінекей жақсылап араластырып аламыз. Достар, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де керегінше ұн қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. 600 грамдай ұн кетеді. Мінекей қамырымыз дайын болып шықты. Пленкаға салып 20-25 минутқа қойып қоямыз. Мінекей 20-25 минут тұрып шықты. Енді қамырымызды бөлшектерге бөліп, жайып алатын боламыз. Мінекей өте керемет, дәмі деген керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, достар. Астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Мінекей бокалдың көмегімен осылай кесіп алатын боламыз. Барлығын осылай кесіп, шетінен қызып тұрған тапаға пісіріп алатын боламыз. Мінекей бауырсағымыз дайын болды. Енді сүзіп салып алатын боламыз. Достар, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Мінекей өте тамаша болып шықты. Ас болсын.